Облыс бойынша 17 мониторингтік топтың жұмысына 137 адам қатысты. 12 қазан мен 16 қараша аралығында өткен іс-шаралар барысында мектептегі қоршаулар, ашық қалған кәріз құдықтары, білім ордасы аумағындағы жол белгілері, электр желілерінің жай-күйі, өртке қарсы қауіпсіздік пен дабыл түймелері тексерілді. Бейне камералар, күзет қызметі, ақпараттық желілер мен медициналық қобдишалардың жай-күйі зерделенді. Анықталған кемшілік бойынша ұсынымдар жолданды. Жиында турникеттер жұмысы бойынша да ескеру қажет ақпараттар айтылды. Білім мекемелерінде 2023 жылы 1 қыркүйегінен бастап көбінесе аудан орталықтарында және Орал қаласында турникет жабдықтары қойылған. Қала мектептерінде турникет жұмысы жасап тұр. Дегенмен білім алушылардың ішке ену бойынша ақпараты ата-аналарға жеткізу жүйесі бағытында жетілмеген және турникет бойынша қызмет көрсету, сонымен қатар жөндеу жұмыстары қарастырылмаған. Барлық білім мекемесінде терроризмге қарсы қорғауды қамтамасыз ету бойынша дабыл түймелерінің жүйесі орнатылған. Қызмет көрсету мекемелерімен шарт жасалған. Бірақ күзет бөлімі қызметкерлері болып, көбіне зейнеталды және зейнеттегі жастағы қызметкерлер болып келеді. Мысалы, номер 20 Серебряков мектептеріндегі күзет бөлімі қызметкерлері мектептегі бейне камералардың саны жөнінде ақпараттармен таныс емес. Сонымен бірге төтенше жағдайлар туындаған кезде әрекет ету алгоритмдері жөнінде біліктілігі сәйкес келмейді. Жиын барысында Бөке ордасы, Тасқала, Қаратөбе аудандарында мониторинг жүргізген топ үйлестірушілері атқарылған жұмыстар бойынша ақпарат берді. Қатысушылар қолға алынуға тиіс бастамалар көтеріп, ұсынысын ортаға салды. Соңғы жылдары балалардың қатысуымен жол көлік оқиғалары жиілеген. Биылдың өзінде 80-ге жуық жағдай тіркелген. Түсінік жұмыстарын тереңдету үшін білім жетілдіретін сабақтың қажеттігі айтылды. Қазір машиналар көбейді. ПДД сағатын енгізу керек бізге. Айлық акция дейтін ол жарамайды. Жұмасына 2 сағат па, оны міндетті түрде жеткізуіміз керек сол мәселені. Мониторинг көрсеткендей қауіпсіздік шаралары әлде болса ақсап тұр деген облыстық мәслихаттағы депутаттық фракция жетекшісі кейбір кемшіліктер жедел жойылған жеткізді. Білім ордаларында балаларды тамақтандыру бойынша тексеріс барысындағы жайттарға тоқталды. Сонымен қатар спорттық құрал жабдықтарды дер кезінде қолданысқа беру қажеттігін еске салды. Спорттық жабдықтарға сақталатын спорт залдағы сақталатын спорт жабдықтарының орындарын қарау керек. Жақсы дұрыс сақталу керек және олар складта жап-жаңа болып дізіліп жәшікте тұрмау керек, балалар пайдалану керек. Тек қана жаңағы келетін кісілердің я болмаса бір белгілі бір жағдайда көрсетуге ғана емес, балалар күнделікті пайдаланатындай деңгейде болу керек деп есептейміз. Мониторинг барысында облыс бойынша 371 мектеп тексерілген. Барлық білім ордасына қажетті әдістемелік көмек беріліп, мәселелерді реттеу бойынша ұсынымдар жолданды. Ернұр Күнәма, Асанбек Саламатов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.